Мына кітапты өзімен бірге алып шыққам, пакетке салып. Мына кітаптың, короче, жартысын оқып тастадым. Алдында бір сториста айтып едім ғой. Хилл Наполеонның «Перехитрить дьявола» деген супер запретный кітабы деп. Мына кітапты масондар запрещать етіп тастаған деп айтып едім ғой. Короче, сол кітапты мына жерде оқи аламын ба, оқи алмаймын ба білмей отырмын. Ощущениесі сияқты спичкамен оқуға болады негізі. Мына кітапты кеше мен мешітке барғанда алып кетейін ба деп ойлағам. Мешітте болады ғой, перерывтар, жаңағы уағыз айтқаннан кейін, намаз оқығаннан кейін перерыв болады, сол кезде отырып, мынан бір адамдар отырады ше, қаншама адамдар Құран оқып отырады. Осы кітапты алып барып оқиын ба деп ойлағам, алған жоқпын. Ойладым, мынандай қап-қара кітап, типа «Перехитрить дьявола» деген оқып отырсам, адамдар қараса, мынау немене сектаға келген адам ба деп, сектаға шақырып жүр ме деп, сондай кітаптарды қойшы дедім. Бардым да, қазақша бір кітапты оқыдым сол мешітте. Қазақша Құранның мағынасы деген қиын екен, қазақша оқыған бар ғой. Кішкене ежелеп оқисың, бірақ та оқисың, күшті кітап екен. Все-таки орысша кітапқа үйреніп қалғаннан кейін қазақша оқисың, кішкене қиындау екен. Бірінші класстың баласы сияқты оқисың. Кстати, осы кітаптың жынды күшті информациялары бар бұда. Бұны бір сториста айтып түсіндіре алмайсың. YouTube каналға қазақша видео түсіріп шығарам ба деп отырмын, потому что мына жерде реально прям ұзақ отырып даже 15-20 минут айтатын информациялар бар, реально интересный. Мысалға, жаңағы главалармен ғой, бесцельный человек деген бар мысалы. Бесцельный человек деп жазылған, то есть жаңағы дьявол деген ғой, дьяволдың оружиясы бірінші, чтобы человек стал бесцельным дейді. Бесцельный адам, ол уже, былай айтқанда, больше восприимчивый дейді дьяволдың искушениясына. Вот первый миссиясы дьяволдың адамды бесцельный қылдыру дейді. Вот, содан кейін қазір гипнотический ритм дегенге келдім. Гипнотический ритм деген ол тоже бір целый философия. Былай айтқанда ол туралы жаңа ютубта видео түсіргенде айтармын. Сол негізі мен кітап оқимын ғой. Негізі кітаптар оқимын ғой осындай. Сол кезде бұл өз өміріме осы знанияларды как бы қолданам, но және де чтобы не пылился дейді ғой, чтобы не пылился, осы информациялармен бөліскім келеді тоже. Адамдарға полезный болып, и заодно повторение мать учения дейді ғой. Өзім повторить еткендей, маған мен өзім повторно сол информация ойым алам, и сол кезде мен өзіме повторно обучение болды, өзіме жақсы тоже.